Сәлем достар, бүгін біз Трансформерлер соңғы рыцарь фильмі туралы айтатын боламыз. Мен бұл фильмді біраздан бері күтіп жүргем. Өйткені темір роботтардың өзара айқастары мен жер бетіндегі шытырман оқиғаларына бей-жай қаралмадым. Фильм режиссері Майкл Бей 5-ші серияны жалпы кино топтама оқиғасының соңғы бөлімі әрі өзінің режиссер ретінде соңғы жұмысы екенін айтып өткен болатын. Менің өзім Трансформерлерді алғаш бөлімінен бастап көріп келе жатырмын. Әрі бұл кино франшизаның фанатымын десем де болады. Басты рөлде актер Шайя Лабаф ойнаған алғашқы 3 фильм бастан аяқ тұтастай бір оқиғаны баяндайды. 3-ші фильмде адамдар мен трансформерлердің жалпы оқиғасы аяқталған болатын. Десептикондар ақыры жеңіліп тынды, Кибертрон ғаламшары толықтай жойылды, ал автоботтар өздеріне жаңа үй тауып, жер ғаламшарында қалды. Сөйтіп бұны соңғы фильм ретінде санаған едім. Бірақ қателеспін. Осындай қызықты оқиғалар бар, керемет кейіпкерлерді әрі әлемдік каста бойынша миллиардтап қаржы жинайтын франшизаны жауып тастауға бола ма? Әрине жоқ, деп жауап берді студия басшылары. Араға 3 жыл салып Трансформерлердің 4-ші бөлімін шығарған болады. Бұл фильм сюжеті және жалпы өндірісі жағынан алдыңғы фильмдермен салыстырғанда өте төмен шықты. Онымен қоса кино топтамадағы хронометраж жағынан ең ұзақ фильм болды. Бұл артықшылық киноның өзіне еш салмақ бере алмады. For my world to live, yours must die. Трансформерлер осымен 5-ші рет бастары бәлеге қалса да қайтпады. Осы бөлімде кино өндірушілері алдыңғы фильмдерден білетін канондардың, яғни ереже қағидалардың бәрін түкке жарамсыз қылып тастады. Тіпті алғашқы минуттан бастап алып роботтар біздің ғаламшарымызда 1000 жылдан бері қыдырып жүргендері әрі адамдар тарихына белсенді түрде араласып келе жатқаны туралы айта бастады. Трансформерлер Артур патшаға да қызмет еткен. Оның дөңгелек үстелі сонау Кибертрон ғаламшарынан әкелінген. Ал Мерлиннің аңызға айналған асатаяғы трансформерлер үшін маңызды артефакт болып табылады. 5 фильм қатарынан осы зат үшін әлемнің түкпір-түкпірінен трансформерлер ағылып келуде. Осы ретте алып ғаламшармен келді. Бұл сценарий былай қарағанда сандыраққа ұқсауы мүмкін, бірақ Трансформерлер фильмінің бәрі осындай, әрі сол үшін оларды даттау орынсыз деп ойлаймын. Сценаристерге біршама ойыншықтар беріп, олардың құндылықтарға отырғызып қойған секілді. Содан олар жас балаша алай-бұлай ойнап, бірдеңе жасап шығарды. Бұл жерде неге, не үшін деген сұрақтар қоя алмайсың. Ең бастысы тек төбелес, жарылыс, әсерлі экшен болса болды. Негізінде бұл картинаны мұқият ойластырылмаған әрі абыр-сабыр өрбіген сюжет үшін сынауға болады. Кино өндірушілерінде 2 не 3 сценарий болып, солардың бәрін құрастырып бір кино шығарған секілді көрінеді. Ал кейіпкерлерді ашып көрсетуге арналған көріністер мен мардымды диалогтарға еш мән берілмеген. Менің ойымша, фильмнің режиссерлік нұсқасы 3 не 3,5 сағат құраған. Оны үйтіп қысқартып 2,5 сағатты кино шығарған. Содан фильмдегі оқиғалар өте жылдам өрбиді әрі логикалық мағынасы жоғалған. Экшен көріністері бір-бірін қуалайды. Диалогтардың жартысы сол әлемнің жаңа қағидаларын түсіндіруге жұмсалса, кейіпкерлер кей кезде тәп-тәуір әңгіме құрса, ал кейбір кезде интеллекті төмен мақұлықтар секілді қуып кететіндер бар. Сюжеттің біршама уақытын Изабелла атты механик қызға бөлген. Бірақ та бұл қыз сюжет үшін ешқандай маңыздылығы жоқ. Оның кішкентай мотороботы ғана фильмде бір көмегін тигізіп үлгерді. Ал басты кейіпкерлер ретінде америкалық Кейт Йекер мен ағылшын әйел Вивиан Уэмблиді қойған. Бұл екеуіне таңдаулылар деп атайды екен. Бірақ бұл атақ жай ғана кейіпкердің маңыздылығын жоғарылату үшін ғана қолданылған. Және ешқандай дәнеңеде рөл атқармады. Актер Энтони Хопкинс сомдайтын ағылшын лорды өте жағымды болды. Бұндай тәжірибелі актердің жұмысын бақылаудың өзі қызық. Кейіпкердің өзі де жалпы сюжет бойынша колоритті болып келеді. Бірақ бұл кейіпкерді де басқа кейіпкерлер сияқты бірдеңені түсіндіру үшін ғана қолданады. Бірінші бөлімнен қайта оралған кейіпкерлер де фильмге айтарлықтай еш салмақ түсіре алмады. Олардың рөлдері тек бір ғана камерадан әрі аспады. Сол кейіпкерлерді бөгде кейіпкерлермен ауыстырса да еш өзгеріс болмас еді. Көрермендерді таңғалдыруда адамдардың күші жетпесе де трансформерлер бұл жағынан дес бермеді. Оптимус Прайм мен Бамблби арасындағы қарым-қатынасты өте керемет жасап шығарған. Екеуі ара байланысты, олардың бір-біріне деген адалдығы мен өшпенділігін егжей-тегжейлі баянда көрсете білген. Қорытындылай келе, соңғы рыцарь туралы фильм
тек бір рет көруге тұрарлық кино. Егер сіз бұған дейінгі фильмдерді көрген болсаңыз, бұл фильм олардан қатты айырмашылығы жоқ екенін байқауға болады. Трансформерлер әу бастан-ақ авторлық фильм болып табылады әрі визуалды аттракцион ретінде ұсынылып келген. Ал бұдан еш артық дүниені күтудің де қажеті жоқ. Жалпы мен бұл фильмге 10 баллдың ішінен 6 балл қоямын. Ал сіздерге фильм қалай? Ұнады ма? The operation is over. We're not giving up on Prime, okay?